Өскемен қаласында 10 тамыз күні мектеп жәрмеңкесі ашылды. Жәрмеңкеде отандық өндірушілер өнім ұсынды, ал баласын мектепке дайындаған барша ата-ана осы жерден табылды. 3 күнге созылатын жәрмеңкеде мектеп формасы мен оқу құрал-жабдықтары сатылымға шығарылады. Мұндағы заттардың бағасы нарықтағыдан әлдеқайда төмен. Тамыздың 10-нан бастап Достық үйінде, яғни Назарбаев даңғылы 68, ол бұрынғы металлургтер мәдениет сарайында жәнегі мектеп тауарлар сату бойынша жәрмеңке өтіп жатыр. Онда жәнегі қаланың ірі кәсіпорындар қатысып жатыр, және де басқа да жәнегі мектепке арналған кәсіпкерлердің товарлары шығарылатын және сататын адамдар келіп қатысып жатыр. Негізінде бұл шара ол жәнегі мектепке жыл сайын өткізіледі. Мұнда товарлардың бағасы нарықтық бағаға қарағанда 10-15%-ға арзанырақ болып келеді. Сондықтан да біз қала тұрғындарымен және қала қонақтарын осы жәрмеңкеге шақырамыз. Жәрмеңке сағат 15:00-ден 20:00-ге дейін металлургтер мәдениет сарайының жанында өтеді. Кешеден бері жәрмеңке болып жатыр. Кешегі жәрмеңкеміз орташа болды. Бүгінгі жәрмеңкеміз кешегіден кете жақсылақ болып жатыр. Ата-аналар келіп жатыр, көп балалар. Мынадар біздің киімдеріміз 1 класстан 11 сыныпқа дейін киімдер. Біз өзіміз өндіреміз. Жилетканы тігеміз, юбка. Біз мысалы ярмаркаға төмен деп әкеп тұрмыз. 15%-дан төмен әкеп тұрмыз. Өзіміз сату бағамыз 7.000-7.500-8.000 теңге болады. Осында біз 6.000-нан 5.500-ден 6.000-6.500-ға әкеп сатып жатырмыз. Ата-аналар жәрмеңкеде ұсынылған тауар бағасының нарықтағы бағадан төмен екендігін баса айтты. Мен осы балаларыма келіп едім осы жерге сабаққа оқу құралдарын алуға. Ұнады. Өзім ойлағанымнан енді бағасы жақсы бағаменен алдық. Сондай қымбат емес. Бір балам биыл 6-шы сыныпқа барады, 2-ші ұлым 3-ші сыныпқа барады, 3-ші ұлым 1-ші сыныпқа барады. Форма табамыз бұл жақтан? Жоқ, енді форма жағым енді біраз қымбаттау екен, сол үшін көп неткеді. Ол жағына ұнаған жоқ, енді форма жағы бізге келетіндей жоқ. Оқу құралдарын алдық. Ата-аналар жәрмеңкеге келуге әлі де үлгере алады. Жәрмеңке 12 тамыз күні аяқталады.